Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз сіздермен табада дайындалатын өте ерекше торт дайындаймыз. Бұл торт өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ең алдымен қаймақты ыдысымызға салып, қант қосып және тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа ұнымызды електен өткіземіз. Оның үстіне разрыхитель, ванилин қосып, тағы да араластырамыз. Ортасын ашып, дайын қоспамызды үстіне құйып, оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, барлығын жақсылап араластырып, қолымызбен қамыр жасаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайды. 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал енді крем жасауға кірісейік. Ол үшін қаймақ пен сахарный пудраны миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Әр 30 секунд сайын миксердің жылдамдығын арттырып отыру қажет. Сол кезде осындай нәзік, әдемі крем шығады. Тоңазытқыштағы қамырды алып, оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бұл жерде 10 бөлікке бөлінген. Әр бөлікті дөңгелек пішінге келтіріп, жаюға ыңғайлап аламыз. Дайын болған қамырды жаюға кірісейік. Бұл жерде 18 диаметрінде кесіп алынды. Сіздер өздеріңіз қалаған размерде жасасаңыздар болады. Қызып тұрған табаға корждарымызды салып, екі беті сары түске енгенше пісіріп аламыз. Корждар өте тез піседі, сондықтан мұқият болыңыздар. Барлық дайын болған корждарды жақсылап суытамыз. Енді крем жағып, тортты жинауға кірісейік. Корж жылжып кетпеу үшін кішкене крем жағып жібереміз астына. Оның үстіне әрбір коржымызды қойып, бетіне крем жағып, тортымызды жинаймыз. Торттың бетін әрлеу үшін үйдегі бар затты қолдансаңыздар болады. Мен кокосовый стружки сеуіп шықтым. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін.